Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз Шавкат Рахмоновтың UFC-де ең қауіпті оппоненттерін осындай тир-листке, олардың Шавкатқа қарсы күшін салыстырып көрейік. Әрине, бұл жеке автордың ойы. Сіздер менімен келісесіз бе, немесе келіспейсіз бе, ол туралы комментарияға астына жазып кете аласыз. Ал біз бастаймыз. UFC-ның парақшасына қарап көрейік. UFC-де Шавкаттан рейтингіде жоғары тек 3 адам бар. Олардың біреуі чемпион Леон Эдвардс, бірақ рейтингіге қарамастан тағы бірнеше мықты баецтер жақсы қарсыластық көрсете алады. Солардың қауіптігіне байланысты осындай рейтингіге қойып көрейік. Жоғары тұрғандар ең мықты конкуренция көрсете алады деген сөз. Колби Ковингтон. Бұл жауынгер полусредний салмақты әрқашан топта жүреді. Және де Шавкат туралы соңғы кездері көп жаман заттар айтып жүр. Бірақ оған қарамастан навыктар жағынан менің ойымша қатты конкуренция жасай алмайды. Сондықтан да оны С рангына қоямыз. Келесі боец ол Камару Усман. Осы салмақтың легендасы болды десе болады. Оны біз соңғы рет Чимаевқа қарсы орта салмақта көрдік, және де ол жартылай орта салмақтан кеттім деген жоқ. Сондықтан да Шавкатпен октагонда кездесуі мүмкін. Ол соңғы 3 кездесуін жеңілсе де өте мықты боец. Сондықтан да оны А рангіне қоямыз. Күресі де, стойкасы да қауіпті. Тізесіндегі травма болмаса жоғарырақ қоятын едік. Белал Мухаммед. Бұл боец қаншалықты өзін мықтымын деп айтпаса да, оның бұрынғы бойларына қарасақ көбісі решениямен аяқталған. Және де әсіресе Шавкаттың бұрынғы қарсыласына Нилға жеңілгенін ескерсек, онда оны С рангына қойса болады. Неге ол UFC-дің рейтингінде Шавкаттан жоғары екенін түсінбеймін. Стойкасы да, күресі де бірдей мықты, бірақ ондай бір қатты мықты бір қыры бар деп айта алмаймыз. Әрине, чемпион туралы да айту керек. Леон Эдвардс өзін өте жақсы көрсетіп келе жатыр. Көп жыл бойы ешкімге жеңілмеген, бірақ соның өзінде 1-2 рет жеңілуге жақын болған. Мысалы, Нейт Диаспен соққы пропускать етіп, нокдаунда болды десе болады. Нейт осы жерде күліп, мазақ қылып тұрмай, өзінің соққысын жалғастырса қалай болар еді? Оны біз ешқашан біле алмаймыз. Ал Камару Усманмен бірінші чемпиондық жекпе-жекте ол 4 раунд бойы судьялардың запискалар бойынша жеңіліп жатқан. Бірақ соның өзінде ол соңғы раундтарда да жеңе алатынын көрсетті. Соңғы рет Колбиға қарсы күресі жақсы екенін байқалды. Стилі бойынша страйкер, аяқпен де қолмен де жақсы өнер көрсете алады. Қалай болса да действующий чемпион, сондықтан да С рангына қояйық. Ең қауіпті, стилистически да ыңғайсыз. Келесі ол Ислам Махачев. Бұл чемпион басқа салмақта болса да, бір күні жартылай орта салмақтың поясын алуға тырысатыны анық. Ол интервьюларында сол туралы жиі айтып жүрген. 2 салмақта да чемпион болуға күшім жетеді деген. Ислам легкий вес үшін денесі ірі болып келеді. Сол үшін полусредний весте өзін жақсы сезінетін болатын сияқты. Себебі ол Колби Ковингтоннан да ірі болып көрінеді. Оның навыктары қандай жоғары деңгейде екенін бәрі біледі. Сондықтан да жоғары деңгей С ранг. Комментарияға осы жерде қосылмаған басқа спортсмендер туралы жазып кете аласыз. Әсіресе Хамзат Чимаев осы салмаққа қайта оралса, қандай рангқа қоятын едіңіз? Видеоны соңына дейін қараған үшін үлкен рахмет. Барлығыңызға сәттілік.